сұлу Юнадан басталады. Ол кішкентай кезінде бүкіл отбасы қайтыс болғаннан бері әкесінің жақын достарымен бірге тұрады. Ол қуанышқа толы көңілді және алаңсыз өмір сүреді, және оның біреуінен басқа проблемасы жоқ ағасы, Сани. Бір күні таңертең Юна оянып, күннің өз бөлмесінде ұйықтап жатқанын көреді. Әдеттегідей, ол оны ұрып-соғып, төсегіне қайта оралуын айтып, ойнақы түрде ұрады. Ол әкесіне шағымданамын деп қорқытып, оны мазақ етеді. Ол шын мәнінде олардың ата-аналарына қоңырау шалады, бірақ жұмысына байланысты олар жылдың көп бөлігінде жоқ жерде болады, және оларға тек демалыс кезінде барады. Олар болмаған кезде Юна үйдегі барлық нәрсені жасайды. Ол Сонға тамақ әзірлеп, оның киімін жуып, артынан жинайды. Бұл арада Сон мектептегі ең танымал және талантты оқушылардың бірі, оны бәрі жақсы көреді. Юна оған тамақ әкелгенде, ол оны ұнатпайтындай кейіп танытады. Бірақ ол кетіп бара жатқанда, ол оны қуана жеп, әр тістегеннен ләззат алады. Мектепте Сан баскетбол жұлдызы сияқты жарқырап, ойында үстемдік етіп, көпшіліктің ықыласына бөленеді. Юна шетте отырып, оны қолдап отыр. Оны Санмен жақын болу үшін ғана дос болғысы келетін қыздар қоршап алады. Көрермендер арасында әйгілі сұлу қыз өзінің достар тобымен бірге пайда болады. Әр бала оны жақсы көреді, бірақ ол Юнаға барлығының назарын аударған кезде, ол неге екенін білмей, ашулана бастайды. Ол Юнаға жақындап, онымен дөрекі сөйлеседі. Юна мұны Сонгтың одан бас тартқаны үшін деп болжайды, және ол бұған ренжіді. Қыз кек қайтарады. Сенің ағаң менен бас тарту үшін өзін кім деп ойлады? Матчтан кейін Сон қыздың Юнаны ұрып жатқанын көріп, араша түсті. Ол жайбарақат, менің әпкем Лананы кім ұрады? Деп сұрады. Оның Юнаның ағасы екенін білгенде ұялған Лана тез кешірім сұрап кетіп қалды, бірақ оның оған деген сезімі пайда бола бастағаны анық болды. Сол күні кешке Юна мектепте жалғыз отырып, дәрі ішіп отырып, денсаулығы нашар болып көрінген баланы байқады. Уайымдап, оған жақындап, өз қолымен жасаған тамағын ұсынып, өзін жақсы сезіну үшін тамақ ішуін талап етті. Оның мейірімділігіне тәнті болған ол бұрын Соңды ол сияқты ешкімді кездестірмегенін түсініп, оған шын жүректен алғыс айтады. Бұдан былай ол оны ұмыта алмайды. Осы уақытта мектепте жасырынып жүрген біреу Юна мен Сонды жасырын түрде бірге суретке түсіріп, болашақ қиыншылықтарды меңзеп отыр. Содан кейін Юна сабақ аяқталмай жатып, кешігіп, сыныпқа асығады. Мұғалім мұны байқайды, бірақ отыруға рұқсат беру арқылы оны ұятқа қалдырмайды. Тыныш бол. Сабақтан кейін ол онымен сүйіспеншілікпен сөйлеседі. Бұл оның университетке түсер алдындағы орта мектептегі соңғы жылы екенін еске салады. Ол оны алдына нақты мақсаттар қоюға, көп оқуға және ата-анасының құрбандықтарын босқа өткізбеуге шақырады. Қатты әсер еткен Юна өзгеруге, көп оқуға және енді ешқашан кешікпеуге уәде береді. Ол жоспарларын қайта қарау үшін сол күні кешке сыныпта қалады. Сан ол үшін уайымдап, жағдайын тексеру үшін телефон соғады. Ол оқып жатқанын айтқанда, ол тамақпен бірге келеді. Юна қуаныштан жарқырап, оған алғысын білдіреді. Ол оған тек оның бақытты болғанын қалайтынын айтады. Оның кітаптарын көргеннен кейін оның қаншалықты батыл екенін түсінеді. Ол сондай шешімді. Кейінірек ол оны қосымша оқулықтармен және өткізіп алған барлық әрекеттерінің егжей-тегжейлі жазбаларымен таңғалдырады. Ризашылыққа толы Юна оны құшақтап, оны кез келген адам жасай алатын ең жақсы аға деп атайды. Келесі күні мектепке жаңа аудармашы студент Лукас келеді. Ол Юна бұрын көмектескен бала. Ол сыныппен танысады. Оның артынан бірден Лана да сол сыныпқа барады. Отырыс басталар алдында мұғалім оқушылар енді алфавиттік ретпен отырудың орнына серіктестерін өздері таңдай алатынын хабарлайды. Сынып сөзбе-сөз қуаныштан жарылып жатыр. Юна ерекше жеңілдеп қалды. Ол ақыры күн сәулесінен алыс отыруға қуанышты. Олар қайтып келгенде, Лана күннің жалғыз отырғанын байқап, қасына орын алуға асығады. Осы кезде Юна Лукастан қасына отыруын өтінеді. Осы кезде тағы бір бала Юнаның қасына орын алмақшы болады. Бірақ күннің бір өткір көзқарасы оны қорқытуға жеткілікті. Көп ұзамай Лукас пайда болып, оның қасында өз орнын алады. Содан кейін олардың мұғалімі күтпеген емтихан туралы хабарлайды. Оның нәтижелері университетке түсу кезінде ескерілетінін түсіндіреді. Қағаздар тарай бастағанда, Юна қобалжып, мазасыздана бастайды. Лукас мұны байқап, оны ақырын тыныштандырады. Уайымдама, өзіңе сен. Тек білгеніңді айт. Алда әрқашан жақсы мүмкіндік болады. Жігерленіп, ол тынышталып, сұрақтарға жауап бере бастайды. Олардың көпшілігі Сан өзі үшін дайындаған түйіндемелерден алынғанын қуана біледі. Ол сенімді түрде жазады және тесті оңай тапсырады. Әдеттегідей, Сан оны бірінші болып тапсырды. Оның эссесін тапсырыңыз, ал мұғалім қалғанын кейінірек алып кетуін сұрайды. Емтихан біткен бойда Юна мен Лукас әңгімелесіп бірге кетеді. Юна алғаш рет оқуда табысқа жетемін деп үміттенеді. Лукас оны кешкі асқа шақырады, бірақ дәл осы сәтте оған әннен үйге қайт, мен аштан өліп жатырмын деген хабарлама келеді. Юна үйіне қайтып келеді де, ата-анасының оны үйде күтіп тұрғанын көріп, шошып кетеді. Қатты қуанып, ол оларды қатты құшақтап,
ақыры қайтып оралғанына қуанады. Кешкі ас кезінде ол дәптерін алып шығады. Ол жерде күн оны тітіркендірген сайын күндер мен мәліметтерді жазып алатын. Ол оны ата-анасына көрсетеді, ал әкесі күнге әпкесіне жақсырақ қарауды қатаң түрде айтады. Содан кейін ол онымен оңаша сөйлесіп, Юнаның бағалары нашарлап бара жатқанын және бұл оның соңғы жылы екенін баса айтты. Ол университетке түсу үшін жақсы оқуы керек, әйтпесе бір жылды қайта тапсыру керек, деп ақырын қосады олардың анасы. Оған көмектес, егер ол үшін болмаса, біз үшін. Оның үніне қарап, ата-анасы олардан қандай да бір шындықты жасырады. Келесі күні таңертең мектепте емтихан нәтижелері жарияланады. Мұғалім барлық есімдерді атап, әр оқушыға өз жұмысын тапсырды. Барлығы Юнадан басқа. Ол оның атын атамағанына наразылық білдірді. Ал ренжіген мұғалім оған оны итермелеу керектігін қатаң айтты. Күштірек бол. Бағалар жарияланған кезде Юна жарты ұпайдан аз жинап, сәтсіздікке ұшырады. Ол қатты күйзеліп, не болғанын түсіне алмады. Ол емтиханды жақсы тапсырдым деп ойлады. Ол жылап, сыныптан шығып кетті. Люк оның қасында отырып, оны тыныштандыруға тырысты. Ол оған баға оның құндылығының жалғыз көрсеткіші емес екенін айтты. Оның әрі қарай не істейтіні маңызды. Не істелді, деді ол. Алдағы кезеңде өзіңізді жақсартуға тырысыңыз. Егер сізге бірдеңе керек болса, айтыңызшы. Юна әлі де депрессияға ұшырап, оның өмірі әрқашан қиындықтарға толы екенін айтты. Ол ешқашан жақсы жұмыс істемейтін сияқты және оны бақытты ететін ештеңе жоқ, деп ақырын жауап берді Люк. Жоқ, мен одан да жаман нәрселерді бастан өткердім. Қазірдің өзінде менің сезімімді ешкім білмейді. Юна оны жұбатып, ол әрқашан күшті адам ретінде кездесетінін және ол туралы бәрі әдемі болып көрінетінін айтты. Содан кейін Люк оған оны таңғалдырған бір нәрсені айтты. Бұл мәселе, адамдар әрқашан менің жағдайым жақсы деп ойлайды. Бірақ менде бар нәрсе уақытша ғана. Менің жүрегім ауырады. Дәрігер аурудың асқынып бара жатқанын, маған дұрыс қарайтын немесе оны емдейтін ешкім жоқ екенін айтады. Егер тағы бір ұстама болса, бұл кез келген уақытта болуы мүмкін және менімен қоштасуға тура келеді. Юна қатты әсер етті және ақырында оның неге кейде соншалықты әлсіз болып көрінетінін түсінді. Ол кешірім сұрап, оған уәде берді. Ол сол күннен бастап жақсы дәрігер болу үшін оқитын болады. Ол оны емдеу үшін, арманын жүзеге асыру үшін жұмыс істейтін болады. Егер мен үшін болмаса, сен үшін ол ант берді. Сол түні ол бір парақ қағазбен жалғыз отырып, тыныш жаттығып, жүрегі сыздап қалды. Оның сыныптастары жоғары оқу орындарына оқуға түсті. Ал ол қанша тырысқанымен ешқашан табысқа жете алмады. Күн оның қасында отырып, оны жұбата берді. Ол үшін шын жүректен уайымдады. Келесі күні мектепте мұғалім күнге жақындады. Ол алаңдап, Юнаның бұдан да көп ұпай жинау керек екенін айтты. Сон жауап берді. Мен оның барлық жауаптарын кеше түнде тексердім. Ол шын мәнінде 2 сұрақты дұрыс шешті, бірақ олар үшін несие ала алмады. Мұғалім таңқалып, күннің бұл туралы қайдан білгенін сұрады. Сан мұғалімге Юнаға емтиханды оның қатысуымен қайта тапсыруға рұқсат беруді ұсынды. Сол кезде алған бағасы оның шынайы бағасы болуы керек. Мұғалім келісіп, қайта тапсыруды бастапқы тестілеудегідей деңгейде ұйымдастырды. Юна уайымдап, тағы да ұятқа қалудан қорықты. Бірақ сон оны тыныштандырды және ол мұғалімнің бақылауымен емтиханды тыныш тапсырды. Ол оқуын аяқтаған соң, мұғалім кейін қателескенін мойындады. Ол оның бастапқы жұмысын 2 рет тексеріп, оның шынымен әділетсіз баға алғанын түсінді. Қайта тапсыру кезінде ол жоғары балл жинады және оқиғаның осылай өзгеруіне барлығы таң қалды. Осыдан кейін Сон мен Юна бірге үйлеріне қайтты. Ол оған істегені үшін алғысын білдірді де, ол мейірімділікпен, сен ақымақ емессің, сен менің әпкемсің, деді. Мен енді ешкімнің сені қорлауына немесе мазақ етуіне жол бермеймін. Сен ақылдысың. Мен оның келесі емтиханға көбірек көңіл бөліп, қалаған колледжіне түсу үшін оны мазақ ететінін әрқашан білетінмін. Жарайды, деп жауап берді ол күлімсіреп. Келесі күні таңертең Сан әдеттегі мазаққа қайта оралды. Ол Юнаның мектепке кешігіп бара жатқанын көріп, велосипедпен өтіп бара жатып, оған тезірек жүруін айтты. Ол сондай-ақ Лананы достарымен бірге көріп, онымен бірге кетіп, Юнаға оқуын жалғастыруға мүмкіндік берді. Сабақ барысында мұғалім Юнаны эссе сұрағына жауап беруге шақырды. Бірақ содан кейін оған ұрысып қалды. Неге уәде еткеніңді орындамадың? Сен немқұрайлықты тоқтататын адам емессің бе? Юна сыныптың алдында ұялып, жауап бере алмай тұрды. Люк араша түсіп, бұдан былай оның үй тапсырмасын орындауын қадағалайтынын айтып, мұғалімінен оған қысым жасамауын өтінді де, сынып емтиханға қайта оралды. Сабақтан кейін Люк күні бойы Юнамен бірге болып, оның оқуына көмектесіп, әртүрлі нәрселерді еске түсірді. Ол оның тұрақты тірегі болды. Бір күні дене шынықтыру сабағында Юна ештеңе жемей, өзін әлсіз сезінді. Жүгіріп келе жатып, құлап, ішін ұстап алды. Лана үрейленіп, Санға қоңырау шалды. Ол шошып, жүгіріп келіп, оны көтеріп, мектеп емханасына апарды. Юна есін жиған кезде Сан оған немқұрайлы қарағаны және тамақ ішпегені үшін ақырын ұрсады. Кейінірек Люк онымен жұмыс істеуге қалды. Юна Люктің жай ғана сыпайылықтан келмегенін білді. Оның уайымы шынайы болды. Бұл арада Сонның сезімдері қайшылықты бола бастады. Ол жас екеуі бірге қалыпты өмір сүретін болашақты елестететін және бұл арман Юна мен Люк жақындаған сайын оны қызғандыратын. Бір күні түстен кейін күн шығып,
Лананы оқуға көмектесемін деген желеумен өзімен бірге алып келді де Юна мен Луканың әңгімесін үзе берді. Ол ашуланып, бүгінге жетеді, кеттік деп үреді. Олар үйге келгенде Юна одан неге сонша есі екенін сұрады. Сан Луканың оған қамқор болғаны үшін ғана көмектескеніне және Луканың Сан сияқты мейірімді және жұмсақ болғанына қарсылық білдірді. Сан ренжіп, үрейленіп, кеудесінен ұстап, көптен бері ештеңе жемегенін және өзін жақсы сезінбейтінін айтты. Юна, толқып, нәзік, оған тамақ дайындады. Сол түні Сун Юнаның ұйықтап жатқанын бақылап, оның бөлмесінде бұрын болған кездерін есіне алды. Ол оның қыңырлығына шыдай берді, өйткені ол оны бақытсыз еткісі келмеді. Бала өзінің адалдығын көрсетті. Келесі күні мектепте Юна әдеттегідей Лукамен бірге оқыды. Люк оның жетістіктерін жоғары бағалады. Сіздің деңгейіңіз әлдеқайда жоғарылайды. Сіз жақсы баға аласыз. Осы уақытта мұғалім Сананың болашағын талқылап, оған беделді университетке түсіп, өзіне ұнайтын мамандықты оқуға мүмкіндігі бар екенін айтты. Мұғалім оны көп оқуға және өтініш беруге шақырды, бірақ Сан барлығын таң қалдырды. Ол бас тартты. Мен бармаймын, деді ол. Ол оны жас жігіттен ажырататын ештеңе істегісі келмеді. Ол оның қасында болып, қажет болса, өзі оқитын университетке түскісі келді. Кейінірек біреу Юнаға мектепте таланттар байқауы өтетінін айтып, оған тырыспауға кеңес берді. Өйткені сен ән айта алмайсың, немесе билей алмайсың. Мұны естіген Сани араша түсіп, балаға кет деп айтты. Менен басқа ешкім сенімен бұлай сөйлеспейді. Сан оны жақтаған кезде Юна қатты қуанды. Содан кейін Сун оны үйіне апарды. Олар Юнаға жасырын түрде ұнайтын жақын досымен бірге кешкі ас ішті. Юна Сунның досымен бірге отырып, әңгімелесіп отырды. Ол одан мектептегі таланттар шоуына қатысамы деп сұрады. Ол қай салаға түсетінін әлі таңдамаса да, қатысамын деп жауап берді. Содан кейін ол оған да қатысуды ұсынды. Ол не істесе де табысқа жететініне сендірді. Оның сөздері оны қуаныш пен жігерге толтырды. Ол оған қатысу керек деп шешті. Үйге келгеннен кейін ол ән айтуды үйрене бастады. Бірақ оның дауысы соншалықты нашар болды. Ол айқайлағандай естілді. Сани бөлмеге кіріп, оны мазақтай бастады. Бұл сенің дауысың қатенің айқайына ұқсайды. Мұны олар есту азабы деп атайды. Ұялған, бірақ бас тартпаған Юна оның орнына сурет салуға тырысты. Ол оны тағы да ұстап алып, шошқаның суретін салып, оны автопортрет деп ата, сонда мен саған сенемін деп мазақ етті. Оның сөздері оны тірідей ренжітті, ол шарасыздықтан қашып кетті. Келесі күні мектепте ол қыздардың дәретханасына тығылып, оның бойында талант бар мекен деп ойлады. Лана оны сол жерден тауып алып, неге тығылып жатқанын сұрады. Юна жуынатын бөлме күннің соңынан ере алмайтын жалғыз жер екенін түсіндірді. Сондықтан ол тыныш ойлана алады. Содан кейін Лана оларға топ құрып, бірге өнер көрсетуді ұсынды. Юна олардың не істей алатынын сұраудан тартынды. Өйткені олардың ешқайсысында нағыз талант жоқ. Лана күлімсіреп, біз көрермендерге бірнеше сөз айтып, фондық музыканы қосып, шоуды бастаймыз, деді. Бұл біздің қойылымымыз болады, деп Юна құлықсыз келісті. Жай ғана қысқаша сөз сөйлеңіз, содан кейін біз кетеміз. Қуанып, Юна жазуға кетті, бірақ мұғалім қабағын түйіп, оның нашар баға алғанын еске салып, шоуға қатысу оның назарын аударып, жағдайды нашарлататынын ескертті. Сон араласқанша Юна қатты күйзеліп, мұғалімге уайымдама деп айтты. Оған жаттығуға рұқсат етіңіз, бірақ бос уақытында ғана ол мұны талап етті. Мұғалім құлықсыз келісті. Кейінірек Сан Ланадан олардың нақты не істеуді жоспарлап отырғанын жеке сұрады. Ол Юнаның барлығының көзінше ұялғанын қаламады. Лана бұл мәселені шешемін және Юнаның жарақат алуына жол бермеймін деп уәде берді. Олар сөйлесіп жатқанда Сан кенет қозғала алмай, ішін ұстап алды. Үрейленіп, Лана оны қолдап, үйге жетуге көмектесті. Юна оның бұл күйде екенін көргенде шошып кетті. Ол оны төсекке жатқызып, дәрі-дәрмектерін әкеліп, қызуы көтеріліп жатқанын байқады. Ол түні бойы оның қасында жатып, оны компресстермен салқындатты. Таң атқанда күн оянып, оның жанында ұйықтап жатқанын көрді. Оған қамқорлық жасаудан шаршады. Оның жүрегі тыныш бақытқа толды. Келесі күні Юна жаттығуға бару үшін киініп алды. Бірақ күннің әлі де денсаулығы нашар екенін көріп, тамақ әзірлеп, оған күтім жасау үшін үйде қалды. Сол күні кешке Лана оған қонаққа барып, олардың жұмысының нәтижелерін талқылады. Сан өзін жақсы сезініп, диванда отырып, PlayStation ойнап отырды. Ал қыздар сөйлесіп тұрды. Лана Юнадан неліктен өнер көрсетуді таңдағанын сұрады, бірақ ол бастапқыда оған қарсы болды. Біріншіден, деп мойындады Юна ұялып, мен жұлдыз болғым келеді. Ол мені байқау үшін біреудің назарын аударғым келеді. Келесі күні жаттығу кезінде Юна кездейсоқ Суна есімді қызды кездестірді. Ол тез кешірім сұрады, бірақ Суна оған жиіркенішпен күлді. Дәл осы сәтте Шио пайда болды. Сунаны шақырды. Ал Юна Цунаның оның жаңа құрбысы екенін түсінгенде таң қалды. Юна Шионың ол үшін нені білдіретінін білмей қатып қалды. Көшеде Цуна Шионы шетке сүйреп апарды. Содан кейін Юнамен бетпе-бет келді. Олыңыздың әпкесі солай ма? Шынымды айтсам, сен оған мүлдем ұқсамайсың. Сенің таланттар шоуында өнер көрсететініңді естідім. Саған айтар кеңесім,
Олай істеме, өзіңді ыңғайсыздықтан құтқар. Сенің өнерің комедиядан басқа ештеңе болмайды. Осы кезде Сан пайда болып, сен сияқты біреудің менің әпкеммен бұлай сөйлесуге құқығы жоқ деп айқайлады. Сенің ернің одан да әдемі болғандықтан ба? Немесе сен мен бас тартқан көптеген қыздардың бірісің бе? Суна өзін ұстай алмай қызарып кетті. Ол өзін Шиомен бірге лақтырып жіберді. Сонг Юнаға бұрылды. Мен саған қолдау көрсету үшін келдім. Мына таблеткаларды іш. Олар сіздің даусыңыздың жаттығуға төтеп беруіне көмектеседі. Енді кет, деп Юнаның жүрегі толқуымен үмітпен соғып кетті. Лана екеуі жаттығуға кірісіп кетті. Көп ұзамай олардың өнері қалыптаса бастады. Бұл уақытта Сан әлі де денсаулығы нашар. Ұйқысыз түндерін бірдеңемен жұмыс істеумен өткізді. Бір күні кешке Юна үйге келгенде, оның ұқыпты жайылған қағаздармен қоршалған партада ұйықтап жатқанын көрді. Ол қызығып, тексеріп, эмоцияға беріліп кетті. Бұл оның түні бойы оған арнап дайындаған оқу жазбалары мен түйіндемелерінің толық жинағы болды. Сондықтан ол оны мұқият орналастырды. Мен бәрін түсіне алар едім. Ол тек ол үшін денсаулығын құрбан етті. Сол күні кешке Юна қуанып отырып, орындауы тиіс сценарийді жаттап алды. Бірақ ол алаңдай бастады. Люк бірнеше күннен бері мектепке келмеді. Ол ұялы телефонына қоңырау шалып, әкесі жауап берді. Ол оған Люктің жансақтау бөлімінде жатқанын және оның аман қалатынын білмейтінін шындап айтты. Юна қалтырап, түн ортасында болса да, оған бару керек екенін айтты. Менің қасымда жалғыз ол болды. Ол мені қолдап, жігерлендірді. Ол оянғанша мен оны тастамаймын. Баласы уайымдап, бірақ адал болып, келісімін берді. Ол асығыс велосипедін алып, асығыс болғаны сонша, тіпті бір тәпішкесін ұмытып, оны ауруханаға апарды. Сол жерде Юна Люктің қай палатада екенін сұрап, оның жанында әкесі отырғанын көрді. Сен Юна болуың керек, деді ол. Таңданып, ол қайдан білгенін сұрады. Ол Люк комаға түскен сәттен бастап, сенен басқа ешкім туралы айтпағанын түсіндірді. Ол саған жақын екені анық. Шыны терезеден Юна Люктің бозарған, нәзік күйін көрді. Оның бетінен жас ағып кетті. Неге мен жақсы көретіндердің бәрі үнемі құлап қалады, деп сыбырлады ол. Сонг оны тамақ ішуге шақырып тамақ әкелді. Бірақ ол бас тартты. Люк оянғанша мен тамақ ішпеймін. Біраз уақыттан кейін Люк көзін ашты. Сан дәрігерлерді шақырды. Ал Юна ішке кірді. Қатты қуанған Люк оны бірінші болып көрді. Ол оған ақырын ұрысты. Мен саған дәрігер болып, сауығып, кеткенше күте тұруыңды айттым ғой. Неге уәдеңді орындамадың? Люк әлсіз күлді. Кешіріңіз, бірақ ештеңе болмайды. Мен сенің ең жақсы дәрігер болғаныңды және мені өзің емдегеніңді күтемін. Олар бірге күлді. Шиеленіс басылды. Сан да жеңілдеп кіріп, оның толық сауығып кетуін тіледі. Үйге қайтып келе жатқанда Юна ризашылығын сезінді. Ағасы оған күн сайын көбірек көңіл бөлетін сияқты. Ол тынымсыз жаттығулар жасай отырып, таланттар шоуына назар аударды. Ақыры сол күн келгенде, ол ресми киім киіп, өнер көрсетуге дайын болды. Бірақ ән оны тоқтатты. Сен не киіп жүрсің? Мектеп формасын ауыстыр. Бұл киім саған жараспайды. Ашуланған Юна бәрібір мектеп формасын киіп үйден жүгіріп шықты. Шоуда ол басқа қыздардың бәрі әдемі киінгенін көріп, ұялып қалды. Ал ол мектеп киімінде қарапайым көрінді. Содан кейін жетекші сахнаға шығып, бүгін мектепте жыл сайынғы мереке тойланады, деп жариялады. Барлық қатысушылар тиісті формада киіну керек. Юна кенеттен Сонгтың оны қорлаудан ғана қорғап жүргенін түсінді. Басқа қатысушылар да бірінен соң бірі форма киіп, сахнаның деңгейін теңестірді. Сахна артында Юна мен Лана қобалжып дайындалды. Сон оларды жігерлендірді. Бірақ Юна кенеттен сценарийін жоғалтып алғанын білді. Сун оны табуға уәде берді. Ол оны сыныпта қалдырғанын есіне алды. Ол оны алып кетуге жүгірді. Бірақ ол қайтып келмес бұрын мұғалім оларға, сен кешігіп қалдың деп айқайлады. Енді сенің кезегің. Олар сахнаға шықты. Юна қорқыныштан сал болып, орнында қатып қалды. Лана сценарийін бір қалыпты шығарып, өз рөлін оңай оқи бастады. Юна сахнада тоңып қалды. Миы қызып кетті. Жазған жолдарын оқы. Күлкі залды шарлап кетті. Кейбір балалар күле бастады. Ол тыныс алып, өзін жинап, сценарийден бас тартты. Ол шын жүректен сол жерде ойлап тапқан оқиғасын, қарапайым ертегіге тоқылған шынайы өмірінің үзінділерін айтып берді. Сахнаның ар жағынан не болып жатқанын көріп отырған Санди аң-таң болды. Ол жақсы болды. Ол телефонын алып, видеоға түсіріп алған. Көрермендер оған еңкейіп таң қалды. Ол сөзін аяқтаған соң, көрермендер қол шапалақтап жарылды. Спектакльден кейін Юна мұғалімге алдыңғы турдағы емтихан нәтижелерін алу үшін барды. Ол жеткілікті оқымағандықтан сәтсіздікке ұшырағанын білді. Ол нәтижелері бар бланкін алып кетіп қалды. Біз үйге келгенде, Сан оны әдеттегідей мазақ етіп, көңілін көтеру үшін тоқтады. Бірақ бұл жолы оның көңіл күйі түсіп, оны бөлмесінен итеріп жіберді. Ол конвертті ашып, оның белгілеріне қарап, күйіп қалғанын сезді. Көшеде Сан телефонынан қандай да бір драма көріп отырды. Есіктен сен жеңілгенсің, дұрыс ештеңе істей алмайсың деген сөз шықты. Юна ол туралы айтып жатыр деп ойлады. Ол бөлмеден секіріп шығып,
оны ұрып жіберді де бөлмесіне қарай жүгірді. Келесі күні таңертең мектепте Шио оларды тоқтатып, Юнаның өнерін жоғары бағалап, оған шын жүректен әсер еткенін айтты. Юнаның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл оның басынан бастап оның назарын аударудың басты мақсаты болды. Олар сол жерде тұрғанда сыбырласып, оны жеңілген деп атайтын бір топ қыздар өтіп бара жатты. Лана ашуланып, Юнаны шетке сүйреп апарып, оқ жаудырды. Менің ойымша, бұл қызғаныш сияқты естіледі. Ол сенен де жақсы өнер көрсетті, ал көпшілік оны жақсы көрді. Юна Лананы шетке сүйреп апарды. Көңіліңді түсірме, менде бәрі жақсы, деді ол оны жұбатып. Сонг сол күні кешке Юнамен бірге отырып, үнсіз сөйлесіп отырды. Армандарыңызға жету үшін өзіңізді жігерлендіріп, мүмкін емес нәрселерді жасауыңыз керек. Бұл мүмкін емес, деп күбірледі ол. Сен тамақ пісіре алмайтыныңа ұқсайтыным сияқты, мен де жоғары баға ала алмаймын. Мен әрқашан өзім боламын. Бұл жерде суын айтқандай күрделі ештеңе жоқ. Мен оны дәлелдеймін. Ол ас үйге кіріп, қызып кетті де, аспаз заттардың рецептін қолданып көрді. Ол табақты табаққа салып, оны мақтанышпен әкелді. Юна оның жанынан өтіп кетті. Мен аш емеспін. Ол кетіп бара жатқанда, ол тамақтың дәмін татып көрді де, қабағын түйіп, жеңіл демалды. Құдайға шүкір, ол оны жемегені үшін, деді ол оны қоқыс жәшігіне лақтырып. Юна ауруханаға Люкке қонаққа барды. Ол жақсырақ көрінді, тіпті екі жаңалығы бар деп қалжыңдады. Бірі жақсы, бірі жаман. Алдымен бәрін жақсылап істе, деді ол. Америка құрама штаттарында менің жағдайымды емдей алатын дәрігер бар. Содан кейін оған барыңыз, деді ол. Сауығып, бізге аман есен оралыңыз. Бұл жаман жаңалық, деді ол ақырын. Ертең мен кетемін. Енді бір-бірімізді көрмейтін шығармыз. Бірақ уайымдама, мен сізге күн сайын бейне қоңырау шаламын, деп қосты ол. Айтпақшы, сіздің таланттар шоуындағы өнеріңіз мені осы бағытта жалғастыруға шабыттандырды. Күте тұрыңыз, мұны қалай қабылдадыңыз? Сан оны видеоға түсіріп, маған жіберді. Люк күлді. Үйге келген соң, Юна Санға ұсақ түйекке мән бергені үшін және оны үнемі күлдіруге тырысқаны үшін алғыс айтты. Кейінірек, өз бөлмесінде жалғыз қалғанда, ол қоштасу сыйлығы үшін басын тырнап алды. Люк электронды сурет салу планшеттерін жақсы көрді, бірақ бағасы таң қалдырды. Оның ондай ақшасы жоқ еді. Келесі күні ол әлі ойланып жатқанда, Лана оны тауып алды. Сіз әлі де сыйлыққа құмарсыз ба? Уайымдама, мен саған ақшаны беремін. Юна басын шайқады. Мен оны сенен тартып ала алмаймын. Дәл осы сәтте қасынан бір адам өтіп бара жатып, студияға жұмысқа шақыру қағазын таратып жатыр екен. Түсірілім алаңында бірнеше сағат отырыңыз, сізге ақша төленеді. Әр 4 сағат сайын қажетінің жартысын табасыз, деді ол. Лана, барма деп ескертті. Мұндай жұмыс тұзаққа түсуі мүмкін. Бірақ Юна шарасыздықтан үйіне барып, сөмкесін алып, оны жай ғана тексеретінін айтты. Ол қобалжып студияға барды. Ер адам оған сусын ұсына берді. Ол әр жолы бас тартты. Ол онымен бірге толық 8 сағат болды және жалақы сұрады. Ол оған әзіл қалжыңсыз ақша берді. Содан кейін оны жоғарыға көтерілуге көндіруге тырысты. Мен саған келесі қабаттағы студияны көрсетейін. Иә, жоқ, деді Юна батыл түрде. Мен кетіп бара жатырмын, деп шығып кетті. Бұл арада күн есінен танып бара жатты. Ол Ланаға телефон соқты. Ол Юнаны көрмеді, бірақ оның қайда кеткенін болжады. Сонг сол жерге жүгіріп барып, дұрыс жерді тапты. Бірақ Юнаны таппай, есіктің жанындағы жерде оның салпыншағын байқады. Лана екеуі айналаны тінтіп жатқанда үрей биледі. Осы кезде Юна үйіне таксимен кетіп қалды. Көлік оны қағып кетті. Көліктер оны бала кезінен қорқытқан. Ол есін жиған кезде, ол Санға оны алып кету үшін оның қайда екенін айтты. Ол қобалжып, тынысы тарылып келіп, оны тыныштандырғанша тыныштандырып, үйіне алып кетті. Ол онымен жалғыз қалуды өтінді. Ол оны демалуға қалдырды. Келесі күні таңертең Юна оянып, күннің қасында отырғанын көрді. Кешіріңіз, деді ол, мен енді онда ештеңе жасамаймын. Жарайды, деп ақырын жауап берді. Сенің қателескеніңді білу жеткілікті. Күндер түнге айналып, семестр біткенше нәтижелер шықты. Күткендей, Сан бүкіл мектепте бірінші орынға ие болды және әр университеттен стипендия ұсыныстарын алды. Юнаның бағасы жақсарды. Ол жақсы оқыды. Ағасының қасында отырып, мұңайма деп қалжыңдады. Енді бұл стипендияны алу үшін алысқа баруға тура келеді. Жасырын түрде ол ақырында бос орынға ие болады деген ойға қатты қуанды. Үйге оралғаннан кейін отбасы өздерінің жетістіктерін мақтанышпен атап өтті. Олар Юнаға оқуын жалғастыруды бұйырды. Медициналық училищеге түсу емтихандары жақындап қалды және оның арманы орындалды. Емтихан күні келді. Ата-аналар қақпаға жиналып, үнсіз дұға етті. Тесттер аяқталып, нәтижелері сол күні жарияланды. Юна медициналық колледжге қабылданды. Оның арманы кенеттен орындалды. Сонымен қатар сон жылына бір ғана студентке берілетін сирек стипендияға ие болды. Барлығы оны аламын деп ойлады. Келесі күні сон Юнаға өтініш беруге және баспана табуға көмектесу үшін кампусқа еріп барды. Олар қабылдау бөлмесінде кезекте тұрды. Жақын жерде Маро есімді жігіт достарымен қалжыңдасып жатыр. Мен мұны сезіп тұрмын. Бүгін мен өмірімнің махаббатын кездестіремін. Сенің өміріңнің махаббаты. Олар мені мазақ етті. Түскі асқа да ақша таба алмайсың. Миллиондаған қыздар сені қабылдамады. Оны жайына қалдыр. Юнаға кезек келгенде, ол медициналық білім алуға өтініш берді. Қызметкерлер күнді көріп,
ал сен әдемісің бе, деп сұрады. Сіздің мамандығыңыз қандай? Ол мені алып кеткен менің ағам ғана, деді Юна. Бірақ Санның өзі оқуға түсуге өтініш жазып, информатика және ақпараттық жүйелер факультетіне оқуға түсті. Юна есеңгіреп, ренжіді. Сонда біз мұны қайтадан істеп жатырмыз ба? Орта мектеп кезіндегідей. Қыздар мені сенің әпкең болғаным үшін ғана құрметтейтін. Олар маған саған жақын болу үшін ғана жақындай түсті. Мен бұл қорқынышты арманнан ақыры құтылдым. Мен оны қайтадан оятуым керек пе? Лананың дауысы көпшіліктің арасынан шығып, Юнаның атын айқайлады. Маро Ланаға бір қарап, бәрі бітті деп мәлімдеді. Мен оны таптым. Мен бұл үшін лайк басып жазыламын. Ол сөйлесуге асықты, бірақ Лана оны тіпті байқамады. Оның көзі күнге қадалған. Олар кетіп бара жатқанда Маро сол жерде тұрды. Юна жатақханаға қарай беттеді, бірақ үлкен әпкесі қабағын түйді. Сенің атың бұл жерде жоқ. Сіз тіпті өтініш бердіңіз бе? Юна кідіріп, бәрін біріктіріп, нақты не болғанын түсінді. Бүгін жексенбі. Ол велосипедпен келе жатып, оған кілттерін берген сәтте көшеге шықты. Мына мекен-жайға барыңыз, деді ол. Ол солай істеді. Пәтер керемет болды. Әдемі, жаңа, жарық, ойластырылған жиһазбен жабдықталған. Бұл оны бақытты ету үшін болды. Бірақ ол оның әпкесі екенін ешкім білмеу үшін, оны ренжітуді, тұншықтыруды доғару үшін өзін алыстатқысы келді. Келесі күні кампуста Юна мен Лана күннің алаңда жаттығуын тамашалады. Ол бізге жүгіріп келді. Мен шөлдеп тұрмын. Маған су әкелші, деді ол. Лана су алуға жүгірді. Юна сағатына қарады. Ол дәріске үлгеруі керек еді. Юна кампусты аралап келе жатып, кездейсоқ бір қызды кездестірді. Ол кітаптарын тастап, оларды алу үшін еңкейіп қалды. Оның есімі Мила болатын. Юна шын жүректен кешірім сұрады. Ал Сун оның жақсы екеніне көз жеткізу үшін келді. Мила, қызығып, Юнудың аты кім екенін сұрады. Ол өзін таныстырып, Сунның оның ағасы екенін айтты. Екеуіңмен танысқаныма қуаныштымын, деді Мила. Сосын Сунмен қол алысу үшін қолын созды, бірақ ол оны елемей, салқын түрде кетіп қалды. Юна іштей бұл уақытты босқа кетіру деп ойлады. Сен сондай дөрекісің. Сабақта басқа оқушылар Юнаның Сунның әпкесі екенін тез біліп, одан ол туралы сұрауды тоқтатпады. Бұл оны қатты мазалады. Осы уақытта Сун кітапханаға оқуға кетті. Сол жерде оның қасында отырған Мила пайда болды. Ол әңгімені бастап, жақындауға тырысты, бірақ ол оны тағы да елемеді. Ол тоқтамаған соң, кенет орнынан тұрып кетіп қалды да, оны ренжітті. Басқа жерде Лана қаржылық қиындықтарға тап болды. Ол TikTokта тікелей эфирге шығып, қолдау сұрады. Өтінемін, экранды түртіңіз, басуды жалғастырыңыз. Келесі күні Юна мен Лана бірге серуендеп келе жатып, велосипед дөңгелегінде тұрып қалған Катенканы көрді. Бейшара қозғала алмады. Олар көмекке жүгірді, бірақ жақын маңдағы екі қыз Юна мен Лана мысықты әдейі сол жерге қойғанына сенімді болып, оларды видеоға түсіріп жатыр. Олар Катенканы суырып алып, оның аяғы сынғанын анықтады. Сондықтан оны ветеринарға апарды. Олар оны емдегеннен кейін дәрігер, оны әзірше үйге апарыңыз, деді. Мен жақын арада оны асырап алатын адамды табамын. Сонымен Юна күннің мысықтардан қатты қорқатынын білсе де, Катенканы үйіне әкелді. Ол оны осылай мазақ етіп, қорқып кері секірді. Сол түні Лана бізге қыдыруға келді. Ал Сан демалу үшін бөлмесіне кетті. Телефонын ашқанда шошып кетті. Олардың Катенканы құтқарып жатқан видеосы оны азаптап жатқандай етіп өңделді. Бұл вирусқа тарап, бейтаныс адамдар оларды қорлау мен жек көрушілікпен бомбалады. Сонг Юнаға біреу сені ренжіткенше немесе сені басқаша атамайынша, біз оны түзетуіміз керек екенін айтты. Біраз уақыт мектепке барма, бірақ Юна шешімді болды. Жоқ, менің маңызды істерім бар. Мен кетемін. Мектепте оның жанынан өткендердің бәрі оны мазақ етті. Мила келіп, оны тыныштандырмайынша, қысым адам төзгісіз болды. Мен саған сенемін. Мен сенің ешқашан мұндай әрекетке бармайтыныңды білемін. Уайымдама, адамдар мұны жақын арада ұмытады. Алайда күн қанағаттанбады. Иә, адамдар ұмытады, бірақ ол кінәлі болғандықтан емес. Мен оның атын өшіремін. Сол күні кешке ол Юнаның не болғанын егжей-тегжейлі түсіндіріп, тіпті Катенканы аман есен көрсетіп жатқан видеосын түсірді. Бірақ оған ешкім сенбеді. Олар оны ақпаратты жасырды деп айыптады. Сон келесі күні бір ойға келді. Ол бүкіл көріністі сахналанған көрініс ретінде қайта жасап, оның шын мәнінде қалай болғанын көрсетті. Ол мұны желіде жариялады және бірнеше сағаттан кейін барлығы шындықты түсінді. Кінә жаңылыстыратын бейне түсірген екі қызға түсті. Видеоны көрген мейрамхана иесі Катенканы асырап алуға бола ма деп сұрады. Юна келісіп, оған Катенка келді. Мысық жергілікті атақтыға айналды. Клиенттер оны көруге келді. Бір күні мейрамханада Мила кездейсоқ жас жігітті кездестіріп, оның жағдайының жақсарып келе жатқанына шын жүректен қуанғандай болды. Бірақ кейінірек Сун Юнға бұл қызға бірдеңе дұрыс емес екенін ескертті. Оған жақындама. Юна себебін сұрады. Ол жай ғана күбірледі. Мен оған біртүрлі сезіммен қараймын. Осы уақытта Сан командаластарымен бірге қатты жаттығады. Оның күш жігері мен тәртібі жаттықтырушыға қатты әсер еткені сонша, ол Санды команда капитаны етіп тағайындады. Бұл кейбір командаластардың ашуын туғызды. Әсіресе олардың бірі жаттықтырушының ұлы екенін ескерсек, реніш күшейе бастады. Екінші жағынан,
Лана шығындарының өсіп жатқанын сезді. Ол барлық жерден жұмыс іздей бастады. Юна, керісінше, өз ісімен жақсы айналысты. Профессорлар оны үнемі мақтап отырды. Бір дәрістен кейін профессор оған жігерлендіріп, табандылық танытуын өтінді. Бірақ Юнаның телефоны шырылдады. Оған соңғы бірдеңе болғанын хабарлады. Ол тіпті рұқсат сұрамай асығыс кетіп қалды. Жаттығу кезінде Сунның қызғаншақ командаластары оны арандатуға тырысты. Тіпті оған қолын тигізді. Бірақ әкімшілер келіп, төбелесті тоқтатты. Кінәлілер жазаланды. Келесі күні баскетболдан университетаралық турнир басталды. Зана командасының ойыны жоспарланған болатын, ал Юна оны қолдауға келді. Мила да ағасымен бірге келді. Ол елдегі ең үлкен спорт клубының иесі болып шықты. Юнаны көрген сәтте оның сұлулығына тәнті болып, тоңып қалды. Мила мұны байқады, бірақ ол үндемеді. Сотта Асан өз командасын нақты нұсқаулар беріп басқарды. Олар оның стратегиясын ұстанып, қайта-қайта гол соғып, қарсыласын талқандады. Матчтан кейін оның командаластарының отбасылары оның шынайы талантын түсінгеннен кейін оған күмәнданғаны үшін кешірім сұрауға келді. Мила оны құттықтау үшін гүл шоқтарын әкелді, бірақ ол оны бұлғады. Оның орнына ол Юна мен Лананың қасына барып, олармен жылы сөйлесті. Мила бас тартқысы келмей, оны кешкі асқа шақырды, бірақ ол оған салқын түрде бас тартты. Кейінірек, үйге оралғаннан кейін, Юна өзі жүгінген компаниялардың бірі оны жұмысқа қабылдағанын білді. Олар оның келесі күні құжаттарын рәсімдеу үшін келгенін қалады. Ол тағы да күліп тұрғанын көрген Сан сияқты қатты қуанды. Келесі күні Юна компанияға жұмысқа орналасу туралы сұхбат алу үшін барды. Иесі Миланың ағасы Миго болып шықты, бірақ Юна бұл байланыс туралы білмеді. Ол мейірімді сөйледі. Мен сіздің түйіндемеңізді оқыдым, маған ұнады. Олар сені қабылдады. Сен менің хатшым болып жұмыс істейсің. Мен барған жердің бәрінде менімен бірге жүресің, бірақ екі шарт орындалсын. Біріншіден, сіз әрқашан мен сұрағанның бәрін белгіленген мерзімде орындауыңыз керек. Екіншіден, сіз ешқашан сұрақ қоймайсыз және менің не істеп жатқанымды білмейсіз. Үшіншіден, деп қосты ол ойнақы күлімсіреп, сізге лайк басып, жазылып, хабарландыру қоңырауын қосу керек. Юна күліп, оңай келісті. Егер бұл қажет болса, бұл жақсы. Ол бұл жұмысқа келісіп, Сан мен Ланаға жалақысының жоғары болатынын айтып, көтеріңкі көңіл күймен кетіп қалды. Сан бірдеңеден күдіктенді. Неліктен ол бірінші айда осындай үлкен жалақы алады? Соған қарамастан, ол оны тойлау үшін дүкенге апарды. Ол оған қалағанының бәрін сатып алды, бірақ олар оның сүйікті балмұздағын іздеген кезде оны еш жерден таба алмады. Сан оған алдымен үйіне қайт деді де өзі іздеуді жалғастырды. Юна жалғыз тұрғанда Мила пайда болды. Бүгін менің туған күнім, деді ол. Мен жан жағымнан сұрап, сенің осында екеніңді білдім. Сондықтан сені шақыруға келдім. Өтінемін, кешікпе, деді Юна екіленіп. Бірақ мен сенің достарыңның ешқайсысын танымаймын және жалғыз бара алмаймын. Мила оны тыныштандырды. Уайымдама, сен мені танисың. Мен үй иесімін. Жеткілікті, деді Лана араша түсіп. Егер ол кететін болса, мен онымен бірге барамын. Мила күлді. Адамдар неғұрлым көп болса, соғұрлым көңілді болады. Олар сол күні кешке жиналып, кешке барды. Барлығы сонда болды және өмірден ләззат алды. Юна Милаға сыйлық беріп, оны жылы лебізімен құттықтады. Бірақ содан кейін Мила оны шетке алып кетті. Менімен жүр, мен саған бірдеңе көрсеткім келеді. Ол Юнаны бөлмесіне апарып, жазбаны қосты. Жазба таң қалдыратын шындықты ашты. Сонг отбасы Юнаның нағыз ата-анасы туралы айтып жатыр. Олар оны әрқашан сенгендей асырап алған жоқ. Олар оның нағыз анасы мен әкесін өлтірді. Юнаның әлемі күйреді. Ол жылап, үйден жүгіріп шықты. Лана Санға не болып жатқанын айтып қойған еді. Ол оған қарай жүгірді. Ол Юнаның сынған, көздері қызарғанын көрді. Ол ашуланып Милаға секірді. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Қалай ойлайсың? Қандай да бір шындықты көрсету сені менің көз алдымда әдемі етеді ме? Мүмкін сен сыртынан сүйкімді шығарсың, бірақ ішің шіргенсің. Сен мен үшін жиіркеніштісің. Ол Миланы үнсіз қалдырып кетіп қалды. Үйге келген соң, Юна сүнмен бетпе-бет келді. Маған шындықты айт, мен бәрін көрдім. Бұл рас па, жоқ па? Сан оны тыныштандыруға тырысты, бірақ ол оның өзіне қол тигізуіне жол бермеді. Маған жақындама. Бұл енді менің үйім емес. Білгенімнен кейін бұл үйді қалай атауға болады? Менің нағыз ата-анамды өлтірген сенсің бе? Сен маған өз кінәңді жасыру үшін ғана жақсылық жасадың ба? Ол жылап сыртқа қашып кетті. Бұл күндер отбасымен өткізген бақытты кездер туралы естеліктер. Олар оның санасын айналдырды, бірақ қазір бәрі өтірік болып көрінді. Ол түн түскенше қыдырып, ауырсынуды басу үшін ішетін бір топ ер адам оның жалғыз отырғанын байқады. Олар оны бір жаққа тартып, бұрышқа итеріп, оны қорлауға тырысты. Олардың бірі оны ұстап алған бойда Сан пайда болды. Ол айқайлап, олармен күресіп жатты. Ол оны өзімен жауып тастады. Өтіп бара жатқан адам полиция шақырғанша, ол соққыдан кейін соққы берді. Ер адамдар үрейленіп, қашып кетті. Сонг Юнаны есінен танып қалмас бұрын көтеріп алып, үйіне алып кетті. Келесі күні таңертең Юна оянып, Сонгның қасында ұйықтап жатқанын көріп, оны бақылап отырды. Ол жалғыз қалу үшін ақырын тайып тұрды. Есеңгіреп, люкке қоңырау шалып, біреумен сөйлескісі келді. Ол жауап берген сәтте ол көзіне жас алды. Мен не істерімді білмеймін. Ол жылап жіберді. Люк не болғанын сұрап,
оны ақырын тыныштандырды, бірақ ол оның оны тыңдағанын қалайтынын ғана айта алды. Осы кезде бөлмеге Люктің дәрігері кірді. Юна оны пышақ жүзіндей тесіп өткен сөздерді естіді. Саған ертерек үміт сыйлағаным үшін мені кешір. Жағдайың нашарлап кетті. Саған жүрек трансплантациясы керек. Әйтпесе, бұл сенің соңғы күндерің. Юна шошып кетті. Өйткені бұл Люктің соңы сияқты. Осы кезде Сан оянып, қасында Йонаны таппайды. Ол оны іздеуді жалғастыруда, бірақ ол үйден шығып үлгерді. Ол өзіне қолындағы ақшасы бірнеше күннен аспайтынын айтады. Сондықтан ол өзі білетін адамға тоқтаған болуы мүмкін. Ол алдымен Ланаға Йонаның онымен сөйлескенін білу үшін қоңырау шалады, бірақ Лана онымен мүлде сөйлеспегенін айтады. Содан кейін ол Шинге қоңырау шалып, онымен байланысқа шықпағанын айтады. Бұл ол. Сун оны қайтару үшін не істерін білмей абдырап қалды. Екінші жағынан Мила отырады және фортепианода қуана ойнайды. Оның ағасы Миго не болғанын білуге келді. Ол одан неге бұлай істегенін және Йонаны ренжіту арқылы не істегісі келетінін сұрайды. Бірақ ол шындық ол ойлағандай емес екенін біледі. Ол оған Йонаның азап шеккені оның кесірінен болғанын айтады. Мила оған бәрібір деп жауап береді. Ең бастысы, Йона қатты қиналды және ол Йонаның оған сенгеніне қуанышты. Оның айтуынша, оның істегенінен жиіркенішті ештеңе жоқ. Содан кейін Мила мектепке барды. Ал Сан онымен кездесті. Ол ашуланып, оның қолынан ұстап, Йонаға не айтқанын сұрады, және ол оны осылай кетіру үшін оған не көрсетті. Мила оған шындықты айтқанын және басқа ештеңе айтпағанын, және Йона бұл туралы бұрыннан білуі керек екенін айтады. Күн ренжіп, бұл өмірдің не екенін сұрайды. Мила магнитофонды алып, оған тыңдасын. Ол бәрін түсінсін деп береді. Ол магнитофонды алып, кетіп қалады. Ол үйге оралып, Йонаның үйден кетіп қалғанына алаңдап, ата-анасын сол жерден тауып алады. Олар одан не болғанын және оның кетуіне не себеп болғанын сұрайды. Жауап ретінде ол олардың отбасының өліміне шынымен қатысы бар жоғын сұрайды. Бәрі шошып қатып қалады. Әкесі оған мұндай ақымақтыққа сенуді доғаруды бұйырады, және ол әпкесін іздеп, оны қайтарып алсын. Күн барлық жерден іздейді, әр жерден және әр көшеден сұрайды, бірақ ештеңе таппайды. Оның анасы да Йонаға жылап, қайтып оралуын және естігенін ұмытуын өтініп, хабарлама жібереді. Осы уақытта Йона шешім қабылдаған кезде ескі шағын бөлмені 3 күнге жалға алады. Әрі қарай не істеу керек? Ол жалғыз отырады, бәрін есіне алады және не болғанын түсіне алмайды. Ол төбеге көтеріліп, сәл тынышталамын деп жылайды. Люкке келетін болсақ, оның ақыры жақындағанын білгенде, жоғалтатын ештеңесі жоқ деп шешеді. Ол ауруханадан шығып, туған қаласына қайтады. Ол келе салысымен бірден Йонаға қонаққа барады. Оны көргенде, ол қатты қуанады, өйткені оның сөйлесетін адамы бар. Ол оны құшақтап, оны көргеніне де қуанады. Содан кейін ол қазір қайда тұратынын көрсету үшін оны өзімен бірге алып кетеді. Люк оның жағдайының қаншалықты ауыр болғанын бірден байқайды. Бөлме ескі, және ол тек тез дайындалатын кеспемен қоректенеді. Содан кейін ол оны мейрамханаға апарады, өйткені ол жаңа ғана оралды. Ол одан өзін қалай сезінетінін және оның жағдайы жақсарғанын сұрайды. Ол оған бәрі туралы шыншыл, бірақ өмір әлі де мінсіз емес. Ол оған уайымдама, тезірек сауығып кет деп айтады. Олар тамақтанып болған соң, Йона ақшасын төлеуге кетеді, ал Люк бұл оның соңғы ақшасы екенін түсінеді. Олар кеткеннен кейін Йона онымен қоштасып, үйіне бара жатқанын айтады. Бірақ іс жүзінде оның жалдамалы бөлмеде өткізген 3 күні аяқталды және басқа баратын жері қалмады. Ол жаяу жүргіншілер жолында қалып, барар жері қалмады. Ол ұйықтамақ болғанда, оған үйсіз адам келіп, оның орнынан кетуін айтты. Ол қорқып кетіп қалды. Ол қайда бару керектігін ойлай береді. Ол ешкімге жүк болғысы келмейді. Ол біреуге барып, оны мәжбүрлеп паналауды сұрағаннан гөрі, сыртта ұйықтағанды жөн көреді. Оның әдептілігі жоғары. Содан кейін оның ойы бар және ол жатақханаға барады. Ол сол жердегі ханымға досына тез арада бірдеңе беріп, кетіп қалғысы келетінін айтады. Олар оны кіргізіп, демалу үшін баспалдаққа отырады. Бірақ ханым оның жанынан қайта өтіп бара жатқанын көреді. Сондықтан олар оның бірдеңе ұрлағанын тексеру үшін оны алып кетеді. Ханым оны танып, сен бұрын осында хабарласқан қыз емессің бе деп сұрайды. Ал ағаң сенің атыңды өшірді ме? Мен оған дәл қазір қоңырау шалып келуін айтамын. Ол оны шақырады. Ол бірден Йонаны алып кетуге келеді. Осы уақытта Йона Люкті де келуге шақырады. Күн бірінші болып келіп, бәрін аяқтайды. Ол оның қауіпсіздігіне өзі кепілдік береді. Содан кейін оны сыртқа шығарады. Ол енді оның жоқтығына шыдай алмайтынын айтады және оның үйге келуін сұрайды. Ол онымен бірге болуға және олар бірге шындықтың түбіне жеткенше іздеуді жалғастыруға уәде береді. Бірақ Йона әлі де оралудан бас тартады. Дәл осы сәтте Люк пайда болып, оны шақырады. Ұлы оның өзімен бірге кеткенін қаламайды. Ол Люкке бұл отбасылық іс екенін және оған араласпау керектігін айтады. Бірақ Йона оны елемей кетіп қалады. Люкпен бірге Сан қатты ренжіді, бірақ ол бұл туралы ештеңе істей алмайды. Люкпен Йона бірге серуендеп жүр. Люк одан неге бұрын оған бөлмеде болуының аяқталғанын және барар жері жоқ екенін айтпағанын сұрайды. Ол мен саған бейтаныс адамын дейді ме? Кеттік.
мен саған қонақ үй бөлмесіне тапсырыс беремін. Бірақ Йона бас тартады және оған ештеңе төлеуге рұқсат бермейтінін айтады. Ол басқа идеяны ұсынады. Оның онымен бірге тұруы. Ол оған уайымдамауын айтады. Олар міндетті түрде мәміле жасайды. Ол оған тамақ әзірлегенінің орнына онымен бірге тұра алады. Осылайша ол шығындарды үнемдейді және ол ауыртпалыққа айналмайды. Йона келісіп, онымен бірге жолға шығады. Келесі күні олар бірге таңғы ас іше бастағанда, бәрі жақсы болып көрінеді. Біреу есікті қаққанда, олар таң қалды. Йона есікті ашуға барса, сол жерде Сан тұрғанын көрді. Ол ішке кіріп, онымен сөйлесті. Ол Люктің үйінде ұзақ тұрмауы үшін оның ас әзірлеуін үнемі әдейі сынайтын. Йона ашуланып, одан кетуін өтінді, бірақ ол үшін келмегенін айтты. Бұл ол Люктің ағасымен бірге отыруға келді. Ол оған қалағанша бірге отыр, деді. Мен кетіп бара жатырмын. Ол оларды тастап кетіп қалды. Ол кеткеннен кейін Сан Лукамен сөйлесуге отырды. Ол бәрін түсіндіріп, бірдеңе дұрыс емес екенін сезгенін айтты. Ол Миланың бұл жазбаны қайдан алғанын және оның шынымен қалай естілетінін түсінбеді. Іс жүзінде ештеңе болмаған кезде Люк оның шешімі бар екенін айтып, оны орындауды бұйырды. Олар жоғарыға көтеріліп, жазбаның өңделгенін тексеру үшін оны компьютерге жалғады. Олар оның деректерін қайта-қайта бұзуға тырысты. Ақыры сәтті болғанша таң қалдыратын шындық ашылды. Жазба өңделіп, кейбір бөліктері жойылды. Сан ақыры мұның бәрі шындық емес екенін және одан бірдеңе жасырылып жатқанын түсінді. Осы уақытта Йона оқу үшін кітаптары мен киімдерін алу үшін үйіне қайтты. Сонының ата-анасы оны көріп, көздері жасқа толды. Өйткені олар оны қатты сағынды, бірақ ол олармен сөйлесуден бас тартты. Ол оларға заттарын алып, ешқандай драма жасамай тыныш кететінін айтты. Ол заттарын жинап жатқанда күн шықты. Ол сөмкесіне бірдеңе салған сайын, ол оны қайтадан шығарып алатын. Ол ашуланып, неге бұлай істеп жатырсың, деді. Мен ештеңеге қарамай кетіп бара жатырмын. Ол оған ең болмағанда ата-анасынан шынымен не болғанын және бұл рас па деп сұрау керектігін айтты. Ол мұны істеуге шешім қабылдады және олардан тікелей сұрады. Олар оған бәрін айтып берді. Олар бұрын отбасылары бауырларына қарағанда жақын болғанын айтты. Олар бәрін бірге жасады. Олар бір-бірін қатты жақсы көрді және қарым-қатынастарын нығайту үшін олар нөлден бастап бірге компания құрды. Барлық пайда тең бөлінді. Содан кейін компания үлкен қиындыққа тап болды. Акциялар құлдырап, олар бәрін жоғалтты. Джонаның отбасы қатты ренжіді. Сондықтан олар көлікті алып кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін олардың қайтыс болғаны туралы хабар келді. Джонадан басқа ешкім аман қалмады. Йона оларға есепте жол апатының қасақана болғаны, біреудің мұны істегісі келгені айтылғанын айтты және ол мұны кім істегені туралы барлық шындықты білмейінше үйіне оралмайтынын айтты. Ол оларды тастап кетті. Сосын Сан оны алып кетті. Ол оған қандай шешім қабылдаса да, оның шешімін құрметтейтінін және оның қалағанын істеуге еркін екенін айтты. Бірақ бұл оған бірдеңе керек болса, оған қоңырау шала алатынын және ол әрқашан оның жанында болатынын өзгертпейді. Ол басын изеді. Олар көлікпен үйге келді. Ол ішке кіріп, бірден айқайлады. Баласы оны сыртта естіп, шошып ішке жүгірді. Ол Люктің еденде ес-түссіз жатқанын көрді. Ол оны қолына алып, тікелей ауруханаға апарды. Ол Люктің жағдайы қайтадан тұрақтанғанша сонда қалды. Олар ауруханада жатқанда, оның бастығы Мига оған қоңырау шалып, оның неліктен бір апта бойы сыртта жүргенін сұрады. Ол оған қиындыққа тап болғанын және келе алмайтынын айтты. Ал досы жүрек талмасына ұшырап, ауруханаға жатқызылды. Ол оны тыныштандырып, оған асықпауға кеңес берді. Бірақ жағдай мұнымен бітпеді. Келесі күні оның хатшысы келіп, оны бүкіл Америкадағы және бүкіл әлемдегі ең танымал кардиолог Томас күтіп тұрғанын айтты. Мига онымен бірге отырып, Люктің ауруы туралы және оның емі бар жоғын сұрады. Доктор Томас Люктің медициналық қорытындысын мұқият оқып шығып, оның нақты жағдайын білді. Ол Мигоға өкінішке орай Люктің жағдайы жақсарып келе жатқанын және бұл өте ұзақ уақытты қажет ететінін айтты. Мұндай жағдайларда дәрі-дәрмек қажет. Оны әр пациент үшін арнайы жасау керек. Ал Томас қазірдің өзінде әзірлеу жобасында жұмыс істеп жатыр және оның уақыты болмады. Ол кешірім сұрап, бұл істі қолға ала алмайтынын айтты. Мига оған мәміле жасағысы келетінін айтты. Ол ақшаны Томастың медициналық жобасына салатынын, қомақты ақша төлейтінін және барлық қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ететінін айтты. Бірақ тек бір шартпен. Дәрігер Томасты емдеу керек, Люк. Ол оған уайымдама деді. Оның тіпті көмектесетін дәрігер интернеде болды. Ол өз ісіне өте берілген және кез келген нәрсені істеуге дайын болды. Томас келісті, өйткені шынымды айтсам, ол бұл ұсыныстан бас тарта алмады. Кейінірек Мила Мигадан неге тек Йона үшін сонша көп ақша жұмсайтынын сұрады. Ол оның олар үшін жоғалтқанын және олар оған не істегенін өтеуге тырысқанын айтты. Ол одан да көп нәрсеге лайық еді. Мила ашуланып,
оны тастап кетіп қалды. Мен білемін, сіз олардың нақты не істегені туралы ойланасыз. Бұл олардың бәрін түзеткісі келді. Бірақ оларға 2 минут уақыт беріңіз, сонда бәрі анық болады. Келесі күні Йона жұмыстан кету туралы арыз жазуға кетті. Өйткені Миланың жоғары лауазымды әріптестері мен достары оны қорлауды жалғастырды және оны бұл жұмысты жек көруге мәжбүр етті. Бірақ ол сөйлей алмай тұрып, Мига оған доктор Томастың қазіргі уақытта Люкті емдеумен айналысып жатқанының бәрін айтып берді. Ал ол сөзін аяқтаған соң, доктор Томас оған, мен мұны қалай істеу керектігін білмеймін, деді. Ақыры дәрі жасалды және ол оны тікелей оған тапсырар еді. Ол сондай-ақ оған бәріне жауапты болатынын және дәрігерге қажет нәрсенің бәрін жіберу керек екенін айтты. Йона қатты қуанып, оған алғысын білдірді. Содан кейін ол оны сол күні таңертең мұнда не әкелгенін сұрады. Ол, ештеңе, мүлдем ештеңе деп жауап берді. Келесі күні ол жатақханадан жақсы бағаға бөлме тапты. Ол барлық заттарын жинап алды да, соң екеуі сонда бірге жолға шықты. Ол оған бәрін реттеуге көмектесті және бәрі жақсы екеніне көз жеткізді. Содан кейін ол кетіп қалды, бірақ бәрібір уайымдады. Ол ғимараттың сыртында отырды. Ол оны көргенше кетіп қалуы мүмкін, немесе оған бірдеңе болып қалуы мүмкін деп қорықты. Ішінде Йона отырып, күнделігін парақтап, басынан өткергеннің бәрін есіне алды. Ол бұрынғыдай күнге жақындай алмағандықтан жылай берді. Ол оны сағынды және бәрі өз орнына келгенін қалады. Бірақ ол өзіне уәде берді. Ол бүкіл өмірін бақылауға алғанша қайтып оралмайды. Ол жұмысқа кетті де жұмысын аяқтап, үстеліне отырды. Ол түннің 1 уағына дейін жұмысын жалғастырды. Миланың достарының бірі келіп, оны бітіремін деп оған қосымша жұмыс жүктеді. Йона әлі интерн болғандықтан, ол нақты не істеу керектігін және оның міндеттеріне не кірмейтінін білмеді. Ол жай ғана түннің 1 уағына дейін жұмысын жалғастырды. Ақыры бітіріп, баспалдақпен түсе бастағанда, аяғы қатты тырналып, әрі қарай жүре алмады. Әрине, оның құтқарушысы пайда болуы керек еді. Күн шықты. Ол оны көргенде жеңілдеп қалды. Ол оны көтеріп алып, үйіне алып кетті. Ол үйге кірмес бұрын, Сан өз сезімін мойындауға шешім қабылдады. Ол оны тоқтатып, мұның бәрін ол үшін не үшін жасағанын, неге оны күтіп көшеде қалғанын, оның жақсы екеніне көз жеткізгенше неге ұйықтай алмайтынын түсінбейтінін айтты. Деді ол оған, сенің жаныңда болу мені бақытты етеді. Сондықтан мен саған осыны айтамын. Мен сені жақсы көремін. Йона шошып, абдырап, үнсіз қалды. Ол оны тастап, үйге кетті, бірақ жасырын түрде қуанды. Келесі күні жұмысқа келгенде, ол құжаттарын берген сол қыздың менеджерге түні бойы жұмыс істеп жатырмын деп өтірік айтқанын естіді. Йона бәрін естіп, ашуланып бөлмеге кіріп, одан, сен бұл жұмысты аяқтағаныңа сенімдісің бе? Деп сұрады. Қыз, әрине, сенімді түрде жауап берді. Әлде мен де сен сияқты жаңадан бастаушымын деп ойлайсың ба? Сен бәрібір ештеңе істей алмайсың. Йона қызға өзі айтқан жұмысты шынымен орындаған, орындамағанын білу үшін жұмысқа қатысты бірнеше сұрақтар қойды. Егер ол мұны істесе, жауаптарын білетін болар еді. Бірақ ол бір сұраққа да, бір сөзге де жауап бере алмады. Йона барлық сұрақтарға жауап берген жалғыз адам болды. Менеджер бұл жұмысты шынымен кім істеп жатқанын бірден түсінді. Ол қызға ашуланып, егер ол мұны қайталаса, бұл жолы жаза ауыр болатынын айтты. Сол күні кешке Йона иті Дадоны серуендеуге шығарды. Олар серуендеп жүргенде Сан пайда болып, олармен біраз серуендеді. Ол онымен сөйлесіп, кеше мойындаған нәрсеге оның жауабы қандай екенін сұрады. Ол Дадоның ұялғанын айтты. Менің ойымша, ол үйге қайтқысы келеді. Солай емес пе, Додо? Содан кейін ол жай ғана кетіп қалды. Иттер мұндай жағдайларда адамдарды шынымен құтқарады. Біраз уақыт өтті. Олар бірінші курсын бітірді. Ұлы робототехника инженері болды және ірі компанияда жұмыс істеді. Бірақ бұл оның арманы емес еді. Ол мәңгі біреудің қызметкері болғысы келмеді. Ол өз жобасын ашқысы келді. Ол бірнеше инвесторлармен байланысып, олардың жауабын күтті. Бір күні ол отырғанда белгісіз нөмірден қоңырау шалды. Ол жауап бергенде, бұл үлкен компанияның бас директоры болып шықты. Бас директор онымен бұрыннан таныс және оның жобасы туралы білетін. Ол Саннан олармен кездесуді сұрады. Осылайша олар бәрін аяқтап, оған бастау үшін қажет нәрсенің бәрін бере алады. Сан керемет бақытты болды. Ол досы Шиномен кездесіп, оған бәрін айтып берді және презентация кезінде куәгер ретінде келіп, қолдау көрсетуін өтінді. Шино келісті. Келесі күні Сан өз жобасын бүкіл директорлар кеңесіне ұсынды. Олардың барлығы онымен қарым-қатынаста болған кезде қатты әсер етті және бұл идея оларға ұнады. Тұсаукесерден кейін ол директорға барды. Ол оған қол қоюды бұйырды және ол оған қалағанын береді. Сан кетіп қалды, бірақ бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Оның орнына бірдеңе алғанша ешкім оңай келіспейді. Ол мұның бәрінің артында біреу тұрғанын сезді. Сино оған дәл осылай сезінетінін айтты. Құжаттарда олар әлі түсіндірмеген жасырын тармақ бар еді. Келесі күні Сан келісімшартқа отыруға кетті. Сол кезде ол бәрін түсінді. Мила сол жерде режиссермен бірге болды. Мұның бәрін өзі ұйымдастырған. Ал келісімшарттың жасырын тармағында оның Милаға үйленуі керек екендігі айтылған. Қыз өзінің лас ойындарын қайтадан бастады. Оны көрген бойда амандасуға келді. Бірақ Сан оны мүлдем елемеді. Ол оларға бұлардың ешқайсына қатыспайтынын айтып, кетіп қалды. Мила одан бас тартқаны үшін қатты қиналатынын айтып,
оны қорқытпақ болды. Келесі күні Санға қазіргі бастығы телефон соғып, оның Миланың кесірінен жұмыстан шығарылғанын айтты. Сені оны алтынның барлық жерде жарқырап тұрғанын және оны талантты болғандықтан басқа жерге оңай жалдауға болатынын айтып, оны тыныштандырды. Сан көптеген компанияларға жүгінді, бірақ ол кеткен сайын Мила пайда болып, оларға пара беріп, бас тартуды талап етті. Бұл арада Йона мамандығын бітіргеннен кейін ауруханада жұмыс істей бастады. Ол Люктің емделуіне жауапты болды. Төтенше жағдайда ол Люкке емделудің аяқталуына санаулы күндер қалғанын және жақын арада сауығып кететінін айтты. Ол оған қамқорлық көрсеткені үшін және әрқашан оның жанында болғаны үшін алғыс айтты. Содан кейін ауруханаға апатқа ұшыраған жедел жәрдем қызметкері түсті. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады, бірақ науқастың уақыты келді. Йона далаға шығып, науқастың отбасымен кездесті. Оларға қатты қайғырып, оларды қалай жұбатуды білмейтінін айтты. Сол кезде ол бала кезінде өз отбасында болған апатты есіне алды. Бұл естелік оны жаншып тастады. Сино мен Лана оған жақындап, қолынан келгеннің бәрін істегенін және өзін кінәламау керектігін айтып, жұбатты. Өмір мен өлім, тағдыр. Қысқа әңгімеден кейін Йона науқастың отбасымен бірге оларға көмектесу үшін далаға шықты. Олар кетер алдында ол олардан Шана туралы және оның жағдайы туралы сұрады. Олар оған болған оқиғаның барлығын айтып берді. Оның 2 күн бойы ауырғанын, іші ауырғанын, тіпті ауруханада жатқанын айтты. Йона үрейленіп, оларды тастап, оны емдеп жатқан дәрігерге жүгірді. Ол оның жағдайын сұрап, бәрін білді. Түнде ол жуынатын бөлмеге барып, онымен бірге болып, оған тамақ әзірлеп, тамақ берді. Ол одан неге ауырып қалғанын айтпағанын сұрады. Сондықтан ол тезірек келуі мүмкін. Ал, енді сен маған қамқор болып келдің, деді. Менде бәрі жақсы. Ол оның ауырып жатқанын көргенде шыдай алмайтынын айтты. Содан кейін ол, мен де сені жақсы көремін. Бірақ біз өмірімізді түзетпейінше, мен сенімен бірге болмаймын және саған жақындамаймын, деді. Келесі күні Сан Йонаға жақындап, оған өзінің мінсіз қатал жігіті, ол жақсы көретін жігіт болғысы келетінін айтты. Ол оған бұл қиын емес екенін айтты. Тек өзің бол, жақсы компанияда бол, жақсы көңіл күйде бол және ол үшін бірдеңе үйрен. Ол оған ештеңе істей алмайтынын айтты. Ол оған билеуді үйрететінін айтты. Ол оны қонақ бөлмесіне апарып, музыка қойып, қимылдарын көшіріп алуын айтты. Ол керемет болды және ол да солай болды. Ол инженерлік мамандықты оқып жатқандай биледі. Ол оған бірнеше қимылдарды есте сақтауға көмектесу үшін көп уақыт жұмсады. Сосын оны аспаздық шеберханасына апарып, ет пісіруді үйретті. Содан кейін олар үй жануарлары дүкеніне барды. Ол өзіне үй жануарын, Антор есімді кесіртке сатып алды. Оны қорапқа салып, үйіне алып кетті. Кесірткені кім сатып алады? Бірақ қалай болғанда да, ол тазалап, тамақ әзірлеп, жалпы ол үшін бәрін жасады. Содан кейін ол оған қоңырау шалып, мен шынымен ауырып тұрмын, сенің қасымда болуың керек, деді. Бос болсаң сағат 6:30-да кел. Ол айтты, сен кімді алдағың келеді? Сен ауырмайсың, қалай болғанда да, барып, Люктің қалай екенін көр, сонда мен келемін. Ол жақсы нәрсе киіп, ауруханаға барды. Ол Люкті тексеріп, оның жағдайының жақсарып келе жатқанын көрді. Ол оның жақсарып келе жатқанын көріп қуанды. Ол сөзін аяқтап, енді кетейін деп жатқанда, науқас баланың жылап жатқанын көрді. Ол не болып жатқанын көруге барды, бірақ нәресте көйлегіне құсып жіберді. Ол кетіп қалды, жаңа киім сатып алды. Содан кейін күнге киюге кетті. Ол есікті ашқанда, ол бірден оған тоқтаусыз комплимент айта бастады. Ол тіпті оны бірінші болып кіргізбеді. Ол ішке кіргенде шошып кетті. Ол бүкіл үйді ол үшін арнайы жинады. Содан кейін ол оған түні бойы жаттап алған жақсы сөздерін айта берді. Содан кейін ол ас үйге барды. Бұл жолы ол өзі тамақ әзірледі. Ол шошып кетті. Ол оның ештеңе пісіріп жатқанын ешқашан көрмеген. Ол оған тамақ берді және бұл оның дәмін татқан ең жақсы тағам болды. Өйткені оны Сан жасаған. Сосын оған тағы бір сыйлығы бар екенін айтып, артынан үйіне кетті. Ол шу естіді. Кесіртке оны көруге келіскенше, ол Антормен біраз уақыт айтысып қалды. Ол оны оған көрсетті. Мұны көргенде, ол қорқыныштан өліп қала жаздады. Ол оны тез арада қорапқа салып, сәтті сақтап қалды. Ал енді ең бастысы, ол жарықты өшірді. Күн бөлмеге кіріп, ол үшін билей бастады. Бейшара жігіт өмірдің оған не істеп жатқанын түсінбей, көзі жұмылған қураған гүлге ұқсады. Олар бірге отырғанда, Йонаға телефон соғып, ауруханаға қайта баруын өтінді. Ол дереу сол жерге барды. Тағы бір төтенше жағдай орын алды. Апаттан тағы біреу ауыр жарақат алды. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады, бірақ жағдай қайталанды. Науқас аман қалмады. Йонаның депрессиясы қайта оралды. Томас пен Миго да ауруханада жатты. Олар оған Луканың емі аяқталуға жақын екенін және жақын арада оған екінші дозасын бере бастайтынын айтты. Олардың барлығы оған дәрі-дәрмектің қалай жұмыс істейтінін және оның жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін қандай жүйені ұстанатынын түсіндірді. Мига Йонаның ренжігенін байқап, бірге уақыт өткізу үшін оны шетке алып кетті. Ол одан не болғанын сұрады. Ол оған күн сайын оның көз алдында біреу өліп жатқанын айтты. Медициналық училищеге түскенде оның ең үлкен арманы өмірін сақтап қалу болатын. Ол біреу қайтыс болған сайын отбасындағы жазатайым оқиғаны есіне алып, ішінен жарылып
айырылып кететінін айтты. Ол оған дәрі-дәрмекпен айналысқанын айтты. Өйткені ол Люкті құтқарғысы келді және бұл жол соншалықты ауыр болады деп ешқашан ойламаған. Мига оны жұбатып, тыныштандыруға тырысты. Олар сөйлесіп жатқанда, Сун ішке кіріп, екеуің бірге отырсыңдар, деді. Жақсысың ба? Йона оны көрген бойда оның құшағына кіріп, мен қатты шаршадым, Сун, деді. Ол оны тыныштандыру үшін сыртқа шығарды. Ол бәрін тыңдап, оған, егер дәрі-дәрмек сені бақытты етпесе, онда уайымдама, деді. Сен таланттысың және көптеген салаларда жарқырайсың. Мен әрқашан сенімен біргемін. Мен сені ешқашан тастамаймын. Йона оған үзіліс жасап, жалғастыру керек пе, жоқ па деп ойлайтынын айтты. Келесі күні олар бірге отырды. Ал Йона бір тілім торт жеп отырды. Кенет оның басына бір ой келді. Ол күнге өзінің жеке кондитерлік дүкенін ашқысы келетінін айтты. Өйткені ол кәдімгі тағамнан гөрі десерттерді жақсы дайындайды. Сан оған мұны істей алмайтынын айтты. Ол неге болмасқа деп сұрады. Ол, себебі сенен басқа ешкімге тәттілер жасауға рұқсат етілмейді, деп жауап берді. Келесі күні күн оны таң қалдырды. Ол дүкенді жалға алып, дизайнын жасап, жарнама жасап, жұмысқа кірісу үшін қажеттінің бәрін дайындап қойған. Өмір сүру өте қиын, күн ашық. Бірақ дүкен ашылған кезде сатып алушылар лық толы болды. Барлығы оның десерттерін мақтады. Оны құттықтауға достарының бәрі бірінен соң бірі келді. Люк те келді. Ол оған өзін жақсы сезінетінін және жақын арада екінші дозасын алатынын айтты. Ол бәрін жеп, соңына дейін жеді. Содан кейін ол одан күн туралы сұрады. Егер олар бірге бір жерге барса, Йона бірден ұялып қалды. Люк оның телефонын алып, одан күнге ертең оның туған күнінде онымен кездескісі келетіні туралы хабарлама жіберді. Күн бірден келісіп, оған ерте келетінін айтты. Содан кейін Мила Йонаны мазақ ету үшін дүкенге кірді. Ол бұл жобаны мазақ етіп, оның пайдасыз екенін айтты. Ол бәріне бір-бірлеп тапсырыс беріп, күтіп отырды. Йона оларға тапсырыс әкелді. Олар оны және оның десерттерін мазақ ете берді. Мила, бұл нонсенс деген не? Оның орнына аяқ киім дүкенін ашу керек еді. Осылай жақсырақ болар еді. Йона ашуланып, оған, не істесең де, арамызға қанша тырыссаң да, қолыңнан ештеңе келмейді, деді. 100 жыл өмір сүрсең де, өмір бойы осылай қаласың. Айтпақшы, бұл тағам мекеменің есебінен. Оны жеп, тез кет. Мен сенің жүзіңді енді көргім келмейді. Сені мұнда қарсы алмайсың. Мила ашуланып кетіп қалды. Келесі күні Йона ұлының туған күніне сыйлықтар дайындап жатыр екен. Ол әрлеу жұмыстарын жүргізіп жатқанда, кенет дүкенге 2 адам кіріп, жаза бастады да, бәрін еденге лақтырып жіберді. Олар оның десерттерін балағаттап, жарамдылық мерзімі өтіп кетті деп пайдаланған ингредиенттерін видеоға түсіріп, оны және оның дүкенін балағаттап, содан кейін кетіп қалды. Йона қатты күйзеліп отырды. Содан кейін Мила оған қоңырау шалып, сыйлығыңыз сізге ұнады деп үміттенемін, деді. Йона бәрін бірден түсініп, көзіне жас алды. Күн келіп, оны осы күйде ұстады. Ол бәрін түсіндірді. Ол одан, ол кезде бұл тортты неге жасадың, деп сұрады. Ол әлі еденде жатып, жылап жатқанда, ол оны жей бастады. Ол оған бұл менің өмірімде жеген ең жақсы торт екенін айтты. Олар бірге жаңа торт жасады. Бұл жолы махаббатпен. Өмір маған тағы да тәтті болып көрінді. Келесі күні күн өзінің зертханасына барды. Оның таңғаларлығы Мила сонда болды. Ол зертхана иесімен келісіп, оның көмекшісі болып жұмысқа келді. Ол оған жақындауға тырысып, оның қасына отырды, бірақ ол оны мүлдем елемеді. Ол өз жобасымен айналысып жатқанда, ол онымен селфи жасап, оны Йонаға жіберіп, қайырлы кеш, сары қыз деп жазды. Сен ол туралы тым көп ойлайсың, солай емес пе? Йона ренжіп, дүкеннен шығып кетті. Сан оның артынан жүгіріп келіп, мұның бәрі түсінбеушілік екенін айтты. Ол болғанның бәрін түсіндірді. Йона оған абай болуды және тым ұзақ тұрмауды, ешқандай мәселе туындамауын айтты. Кейінірек Йона үйге келгенде, Мила оған қайта қоңырау шалды. Ол сенің отбасыңның өлімі туралы бар шындықты білгің келсе, дәл қазір менің үйіме кел, деді. Мен саған құжаттардың түпнұсқаларын беремін. Йона сене алмады. Ол телефонды қойып, ұлына хат жазып, Миланың айтқанын қайталап айтты. Ол Мила сөйлеп болған соң келуін өтінді. Йона Миланың үйіне барды. Мила дәлелдер келтіре отырып, бәрін түсіндіре бастады. Ол Йонаның әкесінің көлігі жөнделіп жатқанын айтты. Апат алдында оны осы ұлдың әкесінің көмекшісі алып кеткен. Ол компанияның барлық акциялары оның отбасы қайтыс болғаннан кейін оған өткенін растайтын құжаттарды көрсетті. Бірақ сол кезде Миго келіп, оларды көрді. Ол Милаға, сен әлі өтірік айтып тұрсың ба, деді. Қашанға дейін? Біз оның басынан өткен оқиғаның нақты себебіміз. Бұл ол. Йона есеңгіреп қалды. Миго бәрін түсіндірді. Апатты оның отбасы жоспарлаған. Йонаның отбасы олардың басты бәсекелесі болды. Оның әкесі адам өміріне мән бермеді. Осының бәріне ол себепші болды. Мила көрсеткен құжаттардың барлығы жалған болды. Оның жанында нақты құжаттар болған. Содан кейін ол оған нақты жазбаны қосты. Йона бәрін түсінді. Ол Сун мен оның отбасының кінәсіз екенін білді. Олар әрқашан адал достар болды және соңғы деміне дейін адал болды. Сан Милаға жақындап,
одан мұның бәрін не үшін жасағанын және осы мәселелердің барлығына себепкер болғанын сұрады. Ол мұның бәрін оны жақсы көргендіктен жасағанын айтты. Ол оны жеңудің барлық жолдарын қолданып көрді, бірақ ол әрқашан Йонадан жеңіліп қалды. Ол Йонаның ерекшелігі неде деп айқайлап, оны итеріп жіберді. Күн Йонаны алып кетіп қалды. Сол күнге дейін бірнеше күн өтті. Күн оның жобасының сәтті болғаны және оны бүкіл елге таратқаны үшін құрметке ие болғалы тұрды. Ол сөз сөйлеу үшін орнынан тұрып, Йона туралы, оның барлық жетістіктері үшін оған қарыздар екендігі, оның шешімдерін бірінші болып қолдағаны туралы айта бастады. Содан кейін ол төменге түсіп, барлығының көзінше оның қолынан ұстап, оны сахнаға шығарып, оған үйленуге ұсыныс жасады. Йона бақытқа кенелді. Көрермендер оларға қошемет көрсетіп, махаббаттарының ақыры жеңгенін атап өтті. Біздің әңгімеміз осымен аяқталады. Осы сияқты басқа драмаларға жазылыңыз және қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыз. Қарағаныңызға рахмет.